Қайырлы күн, балалар. Сендерге бүгін Абай Құнанбаев атамыздың шегіртке мен құмырсқа туралы мысалын көрсетеміз. Олай болса, тыңдайық. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған. Көгалды қуып гүл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күні жапырақтың, бірінде тамақ, бірінде жапырақ кетті, жаз кетті, көз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмады, қар көрінді, қыс болды. Сауықшыл сорлы бүкшиді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда, сүрініп, қабағын қайғы жабады. Саламда жатып дән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Селкілдеп келіп жығылды, аяғына басыра. Қарағым, жылыт, тамақ бер, жас шыққанша асыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеп пең? Жаның үшін еш шаруа, ала жаздай қылмап пен? Мен өзіндей шаруашыл, жұмсақ илеу үйлі ме? Көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолым тиді ме? Қайтсын қолы тимепті, өлеңші, әнші, есілер. Ала жаздай ән салсан, селкілде де билей бер. Міне балалар, сендер құмырсқа мен шегіртке туралы мысалды тыңдадыңдар. Құмырсқа деген өте еңбекқор жәндік. Сендер де дәл осы құмырсқадай еңбексүйгіш, талапты болып өсіңдер. Қазақта талаптыға нұр жауар деген жақсы сөз бар. Құрметті ата-ана, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер.